Бәріңіз сәлем достар, сендердің біреуінен Аникс және де бүгінгі видеода менің қасымда Аки және де Нурда. Салам Барыңыз. Достар, бүгінгі видеода біз қайттан қалай V4 алу керектігін түсіреміз деп шештік. Себебі алдыңғы видеода мен қатты түсіндіре алмадым және сол кезде асығыс болдық, соның кесірінен дұрыс түсіндіре алмадым. Осы жолы барынша түсіндіруге тырысатын боламын. Ал енді біз видеоны бастаймыз. Так, достар, сіздерге ең бірінші шаг, короче, үшінші меда замықтына моряға келіп, осы жердегі Рип Индра деген босты өлтірулеріңіз керек болады. Ол Рип Индра деген босты қалай өлтіреміз десеңіздер, алдыңғы видеода айтқандай сіздерге 3 легендарный хаки керек болады. Ол 3 легендарный хаки рандомный жерде пайда болуы мүмкін. Master of Aurus'та және бір легендарный хаки 7500 фрагмент тұрады. И 3 хакиді тапқаннан кейін сіздер осы замықтың морядағы 3 жердегі плиталарды қосылуларыңыз керек болады. Олардың біріншісі мына жердегі ақ. Менде мысалға қазір ақ пен қызыл бар. Міне ақты осылайынан қосасыздар. Екіншісі қатты алыстымыз. Өзде осырып кішкентай ғана ғой. Осылайынан жүрген кезде осы жерде болады. Мына жерде қызыл хаки аки қосып қойды. Ал үшіншісі болса мына башняның төбесінде болады. Қазір шығып алып көрсетеміз. Мына башняның төбесінде осы жерде розовый хаки болады. Осы 3 хакиді қосып болғаннан кейін сіздерге божественный чаша керек болады. Ол божественный чаша 2 немесе 4 сағатты рандомный бір сундықтан алып жүре берсеңіздер түсіп қалуы мүмкін. Немесе осы элита хантер деген босстан квест алып, сол белгілі бір жердегі элитный пиратты өлтіріп, содан рандомный бір шанспен сіздерге чаша түсуі мүмкін. Ол чаша түскеннен кейін 3 плитаны қосқаннан кейін сіздер чашаны ұстап осы жерге келесіздер. И содан кейін сіздер мына жерде Рип Индра деген босс пайда болатын болады. Және де бүкіл серверіміз достарыңызбен болып, сол Рип Индра деген босты өлтіресіздер. Так, достар, сіздер екінші шақта біздер теста босын, яғни Катакури V2-ны өлтірулеріңіз керек болады. Ол Катакури V2-ны өлтірудің өзі қиын, ұзақ, себебі ол Рип Индраны өлтіргендегідей бұл жерде де сізге божественный чаша керек болады. Божественный чашаны түсіріп алғаннан кейін сіздерде осы островтағы, море угощениедағы осы островтағы NPC-ларды өлтірсеңіздер сіздерге какао береді. Сол какаоны 10 штук керек болады. 10 штук какаоны алғаннан кейін сіздер божественный чашамен какаоны алып, осы островтың ортасына барып, осы адамға келесіз. Және де осымен сөйлесіп айырбастап аласыз. Және де сізге ұмытпасам слайдке чаша дейміз, сондай бір чаша беру керек болады. Сол чашаны бергеннен кейін сіздер тағы да ұзақ бір жер болады. Осы островқа қайттан барасыздар. Так, достар, мінекей осы островтың ортасына, басты островтың ортасына келгеннен кейін сіздер осы жердегі Дрip Mama деген адамға келесіздер. Және сөйлескенде сізге белгілі бір адам NPC-ларды өлтіру керек болады. Оның ең көп 500 NPC-лар. Осы үлкен островтағы 500 осындай NPC-ларды өлтірулеріңіз керек болады. Сол 500-нің соңғы NPC-ін сол чашасы бар адам өлтіру керек болады. Әйтпесе бас катакури обычный катакурия портал ашылып кетеді. Соңғы чашасы бар адам соңғы NPC-ді өлтіргеннен кейін сіздерге осы жерде портал ашылатын болады. Және сол порталға кіріп сіздер Катакури V2-ны өлтірулеріңіз керек болады. Достар, толығырақ Катакури V2-ны қалай өлтіру керектігі менің арнамдағы қалай Mirror фракталды алу керектігі жайлы видеомда бар. Кіріп қарап көрсеңіздер болады. Достар, біз 2 боссты өлтіріп болғаннан кейін 3-ші шаққа кететін боламыз. 3-ші шақ бізде осы 3-ші мерда замна морядағы Так, достар, бәріміз комментарияға хэштег аки код деп жазып кетеміз. Короче, біз осы 3-ші мердағы замна морядағы осы
2,000 years later. Ew. Önde şpatlan. Видеода достар. Осы короче осылай келеміз и потом 4 болды. Так, достар, Давай. короче, осымен видео аяқталды. Бәріңе сау болыңдар. Достар, осы Западное моредағы осы NPC мен NPC... Құшай. Короче, достар, осы көрмейтін адаммен сөйлесетін боласыздар. Осы адаммен сөйлескеннен кейін сіздерге Великая деревяға бару керек болады. Давай, Аки апарса біз. Аки молодец өзі, ақылды, давай. Апарса Аки. Ой, ақыл, дәу жігіт бол. Ой, дәу жігіт бол, молодец Аки. Короче, достар, осы Великая деревяға келгеннен кейін ең үстіне шығуларыңыз керек болады. Мен мына жерде шығудан проблема менде мына жерде. Короче, достар, Великая деревяның үстіне келгеннен кейін тура жаңағындай бір көрмейтін адам тұрады, осыған басасыздар, және сіздер Temple of Time'ға жібереді. Temple of Time'ға келгеннен кейін ешқайда бармай, тура тігінен жүріп, қайттан осы жердегі адамға келесіздер. Ал содан кейін сіздерге қайттан бару керек болады ана жаққа, Западное моряға. Так, достар, жаңағы Великая деревядағы көрмейтін адаммен сөйлесіп Temple of Time'ға барып келгеннен кейін сіздерге қайттан осы NPC-мен сөйлесу керек болады. Сөйлескеннен кейін сіздерде уже 4-ші шаг басылады, короче. 4-ші шаг сіздерге мираж іздеп табу керек болады. Ол мираж шығу шансы 1%, ёбай. Бірақ маған 1% дегенмен маған көп шыға бастады, что-то соңғы берші. В общем, миражды табу үшін сіздер осындай бір кемеге отырып аласыздар. Короче, достар, осындай бір любой бір кемеге отырып аласыздар, және де суға шығып, короче, теңізге шығып, осылайынан күтіп тұрсаңыздар да болады, бұлайынан жүзе берсеңіздер де болады, короче. Рандомны бір уақытта сіздердің алдыларыңыздан мираж шығатын болады. Және де ол мираж шыққаннан кейін сіздер мираждың ең биік нүктесіне баруларыңыз керек болады. Мінекей фотода көрсетіп қойдым ең биік нүктесін. Осы ең биік нүктесіне барғаннан кейін сіздер түнді күтіп, оған любой ай келе береді. Көбісі айтып атады, типа full moon керек депші. Бірақ та ол дұрыс емес. Full moon только триалға керек болады. Триал дегенге біз кейінірек тоқталатын боламыз. Сіздерге любой ай жарай береді. Мираждың ең биік нүктесіне барғаннан кейін осылайынан айға қарап тұрып, Rasta V3-ті қосу керек болады сіздерге осылай. Яғни Rasta V3 біткеннен кейін, біраз уақыттан кейін сіздерде ай жанатын болады. Ол ай жанғаннан кейін сіздер сразу мираждың ішінен жанып тұрған бір шестеренканы табуларыңыз керек болады. Ол шестеренка болмаса, вообще V4 ала алмайсыздар. Ол шестеренка рандомны жерде жатады, әсіресе қуыстарда ағаштың түбінде жатады. Сол шестеренканы... Мираждың үстіне шығып, оны шестеренка таудың оңай жол. Мираждан алысқа шығып, аспанда шығып, жүрсіңдер. Көрініп танып тұрады, соған барсаңдар болды. В общем, общем, сіздерге Акидан лайфхак. Оны яқ бұрын айтпесін, ятсы демай. Короче, шестеренканы тауып алғаннан кейін сіздерде 5-ші шаг басталатын болады. Ол 5-ші шагта біз қайтадан Великая деревяға баруымыз керек болады. Давай, Аки апарса бізді. Ой, Аки молодец өзі. В общем, достар, осындай Великая деревяға баруымыз керек болады. Ё-май, жаңағы жерге шыққаннан кейін осыған кіресіздер, және де айтпақшы сіздерге full moon'ды күту керек болады. Full moon'ды күтіп, және де сізге кем дегенде 3 адам керек болады. В общем, осы жерге келгеннен кейін сіздер көтерілесіздер, және де осы ричакты қосуларыңыз керек. Осы ричак қосылғаннан кейін сіздерде осы жерде бір секретный проход ашылады.
содан кейін сіздер каждый өзінің рассасын комнатасына барады. Мысалға, мына жақта Шарк, мына жақта Киборг, одан аяқта анау Минк, содан кейін мынау Human, бізге бәрі мынау Скай или Ангел. Ал мынау осы Гульдікі. Осы жақта әркім өзінің рассасын комнатасына барғаннан кейін сіздер бәріңіз бір жерде тұрып, бірдей расса V3-те қосыларыңыз керек болады. Обязательно ол үшін сіздерге full moon керек. Full moon болмаса бұл қосылмайды. Бұл есік ашылмайды. Біз біраз тұрып қазір full moon болғаннан кейін видео арғай жалғастыратын боламыз. Так, достар, мінеки бізде full moon болды. Еба, қанша уақыт күттік, сервер ауыстырдық ба, бағаны өткізіп алдық, бір бала кірмей қалып. В общем, достар, міне Temple of Time'ға кіріп жатырмыз. Қош жереміз қазір. Жаңа бала кіріп отыр ма? О, достар, мінекей басталды бізде, мен 3-ші попыткадан ба. Ана бір балада бак бұл қалды. Есік ашылды. Так, достар, менде Киборг болғандықтан, менде Киборгтың заданиясы, басқа заданияларды басқа бір ютубтағы видеолардан көріп алсаңыздар болады. Мына Киборгтың заданиясында осындай ракеталардан қашу керек болады. Мына ұзақ бірақ. Оңай болғанмен. Все. Так, достар, бізде 3 адам болып мына жерде өттік қазір. Өлтіру керек болады маған. Аки, рестарт сейсаш. В общем, достарыңыз болса рестарт сейсауға сұрауға болады. Рестарт сейсаш деп. Если басқа адамдар болса өлтіріп несе керек болады. Осындай ақ шарик пайда болады, короче. Осының артынан жүрулеріңіз керек болады. Осының артынан мына баспалдақпен көтерілесіздер. И мына жерде осындай сағаттар қасына келіп, когда болса еден кнопканы басып, содан кейін былайынан қайттан еден кнопканы басып, опа, міне менде соңғысы қалды. Соңғысы еба, мына бәрін мен қойдым. В общем, сіздер бірінші нан қоятын боласыздар. Менде қазір соңғысы, мына не дейді, супер джамп уже керек емес бізге. Себебі бізде уже супер джамп бар. Біз басқасын қоямыз. Опа, мінекей, достар, бізде Киборг рассасы полностью V4 болды. Егерде сіздер V4-тен бір рет өткеннен кейін тағы да қалай өтеміз десеңіздер, мынау Ancient One деген NPC деген осындай қызыл түсті затқа короче келесіздер да. Мынаны басып, в общем, өтесіздер. Ал менде қазір full болып тұрғаннан кейін маған енді одан басқасын сатып алып қажет емес. Басқа рассаға ауыстырғанда керек болады. Достар, осымен видео аяқталды. Сендермен болған мен Аникс, Аки, давайте.